баста дейсің қарсылық қылмай маған, бұл абай жолын берсе жырлай қалам. Жан өзеннің төріне келіп қалдым, батыр қалам келешек күнді ойлаған. Үш жұртымның біреуі өзің едің, адайлармен толығып тұрды айналам. Бабаңыз ер қосайлар қолды бастап қарсыласқан, жауынан дым қоймаған. Ал абайдай ұрпағы сөз бастамай, бір түрлі беріп отыр ыңғаймаған. Күйеуге бірінші боп сөз бастатып, күйдіріп отыр неге бұл қайнаған ма? Батыр елді жырлауға бәр құштар ма? Мен де жырлап көрейін әлгіш барда. Жан өзен қазағымның айбары ғой, сес көрсетіп тұратын жау дұшпанға. Ұлы таудың атынан топқа кірдім, ұлы жұрттың байрағын заңды ұстауға. Сол елім қымызбен күні кеше алуды алды ұстамға. Өздеріңе алталаш риза болды, осыдан артық енді алғыс бар ма? Дұғай сәлем әкелдім сондықтан да, Гиннестің рекордын жарғыштарға. Қымыз исі бұрқыраған ұлы таудан, шапаны жарқыраған Маңғыстауға. Сәт емес тізе қақсап бел бүгілген, бисмилла деп түрейін жеңді бірден. Ау жекеңнен хабарап аяқ асты кеп қалдым, қалмайын деп мен дүбірден. Жаратқан жаппар ем жар боп тұрса, жарыста жасқанайын ендігімнен. Жан өзеннің жұрт айтыс жасап жатыр, қансын деп қазақтайын ел біліммен. Мен бірден қайнағама бұрылайын, тыпыршып маңдайынан тер білінген. Ассалаумағалейкум абай ақын, айтыста әйгілісің өрлігіңмен. Жан өзеннің атынан топқа түсіп, батырсың берен байлап белді келген. Келісті айтыс жасайық келекеуміз, қошеметпен берілсін белгі бірден. 12 айдың сұлтаны Рамазанда, 12 ақын кеп тұр белгілінмен. Сусыннан бас тартатын оразада, сусындатып қайтуға елді жырмен. Кәлимаға келтіріп дәл тілімді, жұртыма арнап келдім жарты күнді. 2 күн бұрын болды қадір түні, дұғаның қызықтырмас шарты кімді. Қадір түні дұқ еттім жаратқаннан, қазағымның болсын деп халқы нұрлы. Елімнің ертеніне елеңдедім, құдайым соқтырма деп салқыныңды. Қайнағам қандай тілек тіледі екен, дұғасы шықты мекен жарқын үнді. 30-дан ассадағы отау құрмай, бойдақтықпен білетін шарқыруды. Биылдан қалып кетсем ят болар деп, түнімен үдеттің бе қарқыныңды. Ертерек үйленгенде дәл осылай сыздатып отырмаушең балтырыңды. Қадіріңді білетін жар тапқанда, жасарең жұрттан қалған жалпырымды. Тек қана қадір түні емес абай, ұйқысыз өткізерең әр түніңді. Мен саған баста десем тізгінді алып,
Unjurğanız tüsedi sizden nağıp. Kүйеуге söz бастатып қойдың ғой деп жағамыздан аласың біздің нағып. Байқауымша жөнік баш жігітсің ау, жұртына сөйлеп отсың қыздың налып. Пайғамбарда күйеуді сыйла деген болғаны да жөн шығар жүздің жарық. Бекеттің айтысы деп Маңғыстауға осы ғой келіп отқан сіздің бағыт. Күйеу деп сөз бастатсақ айып етпе, мінезге сала берме тым қызбалық. Ей, бекеттің де басына бармас бұрын, күйеу тамнан бастайды біздің халық. Ей, сөйле десем сөйлегін қара баспай, не болды қадамыңды дара баспай. Мен қазір салт пен дәстүр жайлы айтсам, ат-тоныңды отқайсың ала қашпай. Бойдақ деп не жекейсің қайнағаңа, құшақты отырым бәлде саған ашпай. Жеңгейлер үйлендеушет қайнысына, қазақы қалжыңменен жоладаспай. Сен отсың қайнағаңа бойдақсың деп бұл айтқан әзіліңнің мәні оғаштай. Жеңгейлер айтат олай біздің жақта, мен бұған ескертейін аран ашпай. Ей, күйеу болсаң сырымжан жөніңді біл, әйелдің тірлігіне араласпай. Ей, қайнаға деп сен мені тұмарласаң, күйеуге мен емеспін қыларғасан. Шыныменен бұл жақтың қызын алсаң, қайын жұрт деп болады жыр арнасаң. Аман жолмен жүрсін онда құда бізге, құдамды көріп болмас қуанбасам. Қос құдам келіпті ғой қызымды алған, айтқандарын жөн болмас құп алмасам. Біреуі қазылардың төрағасы, бағасы биік болып тұр әрқашан. Біреуі айтысымды тізгіндейді, қырам бол әужекеңдей қырам болсаң. Құдаларым төріме жайғасыңдар, қадіріңді мағансым біле алмасам. Маңызды мейманы боп Маңғыстаудың төрімеде болады бір аунасаң. Ей, түркіменнен текке тартып алғам жоқ қой, қос құдамды төріме шығармасам. Ей, күйеу бала айтысқа жарақтанса, мен сөз бастап көрейін нарақтанша. Сыйынып жаратқанға келіп тұрмын, өзің уәж айтарсың ағат болса. Ассалаумағалейкум Маңғыстауым, ұлдары тау қопарар талаптанса. Елдік үшін егескен батырлардың есебін шығар алман санап барша. Отауыз орақ тілді шайырларың тарихыңнан табылат парақталса. 360 әуленің мекенісің, көкірегі хикмет сәлақтарса. Осындай өлке едің топырағын басқанына қуанған қонақ барша. Мен де осы мекеннің баласымын, Маңғыстауы қуанған мадақталса. Осы тойдың дүбірі естілгелі, таусылды мендегі тағатқанша. Енді бүгін балам деп қолдасаңдар, тоқтайын деп тұрғам жоқ таң атқанша. Ей, кіндік қаным тамған жер сен қолдасаң, мен шабармын мұрнымнан қан аққанша. Шап! Мұнар күн, бұлттан да шыққан шұбар күн. Алқалаған топ көрсем айтысуға құмармын. Қадір түні құдайдан не сұрадың деп сұрандың. Ала сарып айтыста сырымжан неге сыр алдың. Ләйіл қадір түнінде әйел сұрап Алладан ала сармайдың шығармын. Қадір түні құдайдан қадырым бер деп қазаққа, қадір түні құдайдан қазаққа бер деп сұрадым қасиетін Құранның. Түркі тілдес елді ойлап, алақан жайдым Аллаға бірлігін бер деп тұранның. Ана тілім білмейтін, атадым мен жүрмейтін, шығаршы деп жастарды арасынан тұманның. Дұға қылдым сол түні, қадірім бер деп қазаққа, Ұлытаудағы ұлардың, Маңғыстаудағы мұнардың. Ал өзіңше сырымжан, қадір түні келгенде сұрадың қайсын бұлардың. Сенің ойың бір бөлек,
Менің ойым бір басқа, бұғанда мысал қылармын. Жұмыртқадан шықса да арасы жер мен көктей ғой, қырам менен жыланның. Мені кім деп сұрама, мен қазақпын деп жырлаған жалғасы едім жұбанның. Қарабастың қам емес, баралаштың қамы деп ұлтын ойлаған ұланмын. Жаң өзеннің тұлпарем қаңтарулы, айтысуға сен жаса алқамыңды. Адайдың қызын алған жігіт болсаң, білмейтінде шығарсың жалтаруды. Менің қарындасыма үйленіп ап, қараңдар тайраңдаған тарпаң ұлды. Арулармен айтыссаң серімін деп, әр қызға лақтырасың арқаныңды. Қарындасым үйіңе тастап кетіп, әдет қыпсың әр жерден нан табуды. Әр қызға ғашықпын деп айтысайым, бойыңдағы кетірме бар қадірді. Өткенде балқар қызбен айтысқанда, сүйемін деп отырең балқарымды. Сол кезге еске салып балқарыңды, бүгін шығарайым ба талқаныңды. Серілік болса дағы жай тәсілің, бұндайды келесі де байқасырым. Сен үйтіп серімін деп жүре берме, барған ізбен кез болады қайта тұғын. Адайдың қызы саған аз боп жүрме, құлақ түріп тыңдайық байқап үнін. Қайын жұрттың алдында көрейікші, серінің қандай сылтау айтатын. Бұл абай бізге құшақ ашпаған ба? Қалжын айтсам айналды тасқа малға. Үйлен десем өзіңе жанашырлық, бойдақтық деген дерт қой рас қоғамда. 35-те оңай жас емес екен, бір түрлі өзгеретін рас табанда. Реніші тез келетін болыпты ғой, қайнағамыз қартая бастаған ба? Әзілдеп сөз айтып ем аран ашпай, белгілі ақын ғой деп баралашқай. Күйеу жан жөніңді біл деп қоймайсың, қатайып отырсың ғой қабақ ашпай. Жанымда жан өзеннің тек тұланы, сырымды талқандауға шеп құрады. Қарындасымды үйіңе тастайсың деп абайдың шырқалды ғой өткір әні. Ер азығы түзде деп атам қазақ, өсиет қып қалдырған көп мұраны. Жер кессем отбасымның қам емес пе, жаратқан несібесін көп қылады. Үйде жатсам әйелім тойға бар деп айтыстың ауылына кеп қуады. Ал айтыста қайнағам үйге қайт деп жазықсыз күйеуіңе бет бұрады. Екі адайдың қаптырмын ортасында, бір маған артып қоят теккін әні. Ағайын айтыңдаршы, мен не істейін, сейілсін көңілімнің көк тұманы. Қайнағам үйіңе кет деп тұрады, ай-ей-ей. Талқандайым деп төккенмен ызғарын бар, қатар тұрған шебімді бұзбадың дәл. Әр мықты ер артында әйел тұрар, қоссаңда тең келмейтін жүз дарындар. Мен несіне қорқамын бұл айтыста, дәл мені қолдап берер ізгауыл бар. Алдымда қаумалаған қайын жұрт бар, артымда мен ойлаған қыздарың бар. Ай-ей-ей-ей. Бұл абай алынбайтын тасқа малау, шынымен талайларды жасқа қанау. Қатардағы мұнайшы болса дағы, жүрісі көп адамды басқарадау. Себебі шетел асып әр ай сайын әлемнің көбін көріп тастаған ау. Египет, Швейцария, Дубайға су жаныңа ләззат сыйлар жақсамалау. Бір айлықпен баратын жер емес қой, керек қой сол жағында рас бағалау. Бұлай шалқып жүруде сыр бар шығар, жұрттар айтып жүргені расқа барау. Ел білмейтін мұнайдың бір құбыры, аулаңыздан атқылай бастаған ау. Ай-ей-ей-ей.
Ey, мен сені келді десем атын дәлдеп, өз-өзіңмен отырсың ақырған боп. Сырымның сөздеріне қарап тұрсам, әлі де тыңдау керек, нақылдар көп. Шетелге менің шетелге барғанымды жырласын деп Жаңаөзен бүгін сені шақырған жоқ. Міржақып бұлай тұрсын, мынауыңыз пірбекет жайлайтып та қатырған жоқ. Дубайға барғанымды дау қыласың, әлде маған айтатын датың бар мед. Дубайда мұнай шығып жатқан жер ғой, көріп келуге ойлаймын, қақым бар деп. Мен саған бір әңгіме айтам қазір, отыр деп ойлап қалма, ақылман боп. Мен тұратын Жаңаөзен менің аулам, осыны да түсінбес ақындар көп. Аулаңнан мұнай шығып жатыр ма деп, сен сұрақ қойып отсың жақыннан кеп. Айтпайын деп отырем, айттырдың ғой, жарама бармағыңды батырған боп. Мұнай шығып жатса да Жаңаөзенім, арабтар құсап таңын атырған жоқ. Ей, ауласынан шығатын қара алтынның қызығын қалқым көріп жатырған жоқ. Ей, ақылың болса егер саралайтын, қайнағаңды жөнің жоқ табалайтын. Ақшаны қайдан тауып жатырсың деп сұрақ қойдың, шетелді аралайтын. Бүгінгі серілердің түрі мынау, адамды байгедей деп алалайтын. Ақша жайлы сұрасың қатын қалаш, еркекке мінез ғой бұл жарамайтын. Мысалы әужекеңдер қалтасы емес, жігітті өнерімен бағалайтын. Мен білетін арқаның серілері бәз біреудің байлығын санамайтын. Ей, бол алсаң ерманыптай, болмайсың ба мінгізген аттың тісін қарамайтын. Ей, намазбенен атырған тұрыптаңды, шын мұсылман ұстанар ғұрыптарды. Міржақыпты жырлайтын кезде абай дей көрмеңдер бармағым бүгіп қалды. Тарихтың біз бағасын бер алдық па, қанша жерден дегенмен сұрыпталды. Тәуелсіздік алғасын ішімізден көрдік қой неше түрлі былықтарды. Мысалы Ахмет пен Алиханды айтар кезде қаншадан бұғып қалды. Арыстарым жүректе тұру керек, жаңғырып тұру үшін рух мәңгі. Неліктен 20-шы ғасырдағы тұлғалар дәріптелмей тұрып қалды. Тарихым 91-ден басталғандай жағым сынып шығардық қылықтарды. Жаңа Қазақстанда қою керек, тарихты өз қолыңмен құртқанды. Осындайдың кесірі Міржақыптардың қаншеңбегі жағаға шығып қалды. Мысалы елбасымның саясаты сарабдал деп 30 жыл ұлықталды. Ей, бір кісіні мақтайым деп жағымпаздар, мың кісінің еңбегі ұмыт қалды. Елді тұғын сынбайтын емен қалың, емен елге бұл күнде елең жаным. Әр нәрсенің отырсың басын шалып, байқалатын түрі жоқ сенен дарын. Күйеумін деп қоймайсың қайын жұрттың ойлайтын ама адам құсап шемен қалын. Сүйінші сұрағандай қып айттың ғой, кімдермен құда қылдым деген жағын. Жүрсін мен әужекеңе дауымыз жоқ, иярас құдаларым берен мәлім. Бірақ қайын жұртына қайқаңдайтын күйеулер бар қазақтың жеген жанын. Сен отсың қайнағаңды беттен алып, өңменімнен өткізіп өлең жағын. Сырым жан ақылға сап ойлансаңшы, кесіп пішіп отырсың немен бәрін. Күйеумен де мақтанып қойсаңшы деп, бойламайтын жансың ау терең жағын. Ей, 30 жылда көрдік қой күйеулермен мақтанғанның ақыры не болғанын. Жайғасып алған сырым қапталыма, мен сенің таңғап тұрмын тақпағыңа. Біресе артым дейсің, алдым дейсің, құлақ түрсем сөзіңнің ақбарына. 20 минут болды ғой айналайын, төрт жағыңды түгендеп отқаныңа.
артында кім тұрғанын ескертті ғой, бұл сырымның бар ойлап тапқаныма. Сен неге қайта-қайта бұрыласың, шалқұйрықтай шабатын шақтамына. Артымда қыздарыңыз тұр деп менің өзі келіп түседі қақпаныма. Алды-артыңа қарамай жүрушен ғой, айналып сарыарқаның сотқарына. Ей, адайдың қызы менен үйленгелі қарайтындай қыпты ғой артшаңа. Ағамды деп ойласам құл барақ қой, айтқаның тек әншейін құрмадақ қой. Артжаңа қарайтын болыпсың деп, өзінше бірге кетіп жырламақ қой. Артжағыма қарасам айып бекен жарымның жанары да нұрдан ақ қой. Арқамнан адай қызы қолдау берсе, ер жігіт үшін өзі бұлдабақ қой. Болашақ жарым мүмкін жүрген шығар, өзіңде артжағыңа бір қарап қой. Абайжан бастай бердің ойбай түрін, күйеуге отырсаңшы болмай қырын. Үш кезек айттың қайын жұртым жайлы, керек бе таға елім жайлай түбім. Ақылды қыз бұйырды бағымызға, көргіне жанарым тоймай тұғын. Ескелдіден тараған есті жарым, сый құрметін еш уақыт жоймай тұғын. Себебі адайларым айбарлер ғой, кеудесінде намысы ойнай тұғын. Ерлері елдің қамын ойлай тұғын, қыздары ердің қамын ойлай тұғын. Қоспадың деп бекеттей жырғарысты, жағамызға абайдай ұл жабысты. Мырзағұл ұлы бекет пір бабамыз ел үшін жақын қылып тұрдалысты. Заманында 4 бірдей мешіт салып, көрген жан сол ісінен үлгі алысты. Бүгінгі деректерге бір зер салсақ, Маңғыстауым болғанмен шын қарышты. Ең аз мешіт саны бар өңір болып, көш бастағаны жанап тұр намысты. Алланың үйі егер көп салынса, нұрға бөленер еді құндағы үсті. Болашақта жемісін бермейді ме, күнге қарай еккендей күн бағысты. Иманды жас ұрпақтар көбейер еді, төтеп берер сындарлы сынға күшті. Бұл жақ елдің қамын ойлайтын бұл жақтарда ерлер көп қой, табысты, шын табысты. Солардың құлағына алтын сырға ойымды айтып тұрмын жылдам ішкі. Бай мырзалар кетсе екен жалғастырып, Мырзағұлдың баласы қылған істі. Қазақтың өлісінде жаман бар ма, тірісінде өсектен аман бар ма? Өмірі өнегеге тұнып тұрған Міржақыптай ел дойлар маман бар ма? Бала күннен ғылымға зерек болып, ел жер үшін айналған адал жанға, орыстың шеңділерін жене білген талаптыға алынбас қамал бар ма? Кеңестің құрсауынан елді қорғап, оян қазақ деп басқан қадамдалға, қазақ деп газет ашып қиын шақта ой тастапты келешек замандарға. Ал бұл күні жастардың телефоннан басқа ешбір іші жоқ алаңдарға. Кітапхана бос болса адамдардың басы да бос айналар надандарға. Өлгенінше кітабын тастамаған Міржақып үлгі болсын жарандарға. Кітапты ұстай қалса ұйқысы кеп бастары ауыратын адамдарға. Күйеу деп құшағыңды маған аштың, сондықтан сені бөтен санамаспын. Батыста жүрсең дағы шығыстағы абайдың есімін абдара бастың. Мен арқада жүрсем де өр батыстың сырымында ел жұртпен араластым. Тұлғалардың есімін берсе бізге солардай болуденді қаламас кім. Ірілігі осы ғой қазағымның, қамын мүлде ойламай қарабастың. Тірлігін тағдыр бөлек қылғанымен, бірлігін ойлап кеткен баралаштың. Тартылса адырнадан жебетілім, жебетілге беремін неге тыным.
Абай аға осымен есең сау бол, кешерсің артық кетсе кенетінің. Жарты сағат тартыстық не де болса, кетпедік деп ойлаймын дөрекідім. Жиылған ағайын жұрт, сен даман бол, шаттықтың әні болсын төгетінің. Шартараптан шақыртып сауын айтып, айтыстың алдырыпсың көп өкілін. Барлығының тілегі бір деп білем, алдыңа келіп тұрған 12-ның ішінде жалғыз күйеу мен болғансын түседі неге құным. Ей қыздарың осы айтысқа кетерімде қолпаштап сенсің деді сенетінім. Төркінім ренжітпей қайтарады, тек құрмет болады деді көретінің. Ей қысқасы қайын жұртым біліп тұрсын, жүлдені сырым кімге беретінін. Азабын бұл айтыстың мен тартқан мен, қызығын қыздарыңыз көретінін. Шап! Мақтайсың Маңғыстаудың ұлынар деп, жырлайсың жырауының жырып ал деп. Сырымжан сөз соңында тақ ескертті, біздің үйде сіз жақтың қызы бар деп. Қызымды көзір қылып жүлде сұрап, жағдайымды отсың ба ұғынар деп. Жүлдені сұраудың да бұрын соңды естуші едік неше түрі бар деп. Төркінің ренжітпейді деп айтты деп, шындықтың құлап отыр шыңынан кеп. Ағайым бұл сырымға сеніп қалма, себебі өтірігі шынынан көп. Жалған сөйлеп отырған сияқты ғой, бұл әдет біздің қызға қырын әдет. Біз білетін адайдың қызы болса, жіберет жүрегіңнің түгі бар деп. Сен айтқанда ешқашан ойламайды ол, жылы сұрап алған жүлденің құны бар деп. Күйеуін аламанға жібереді, кездескенін қалпақпен ұрып ал деп. Ей, бәйге сұрап отырмай барған жерден аттандырат жүлдеңді жұлып ал деп. Ей, ақындар жырлар болса алаш жайлы, қазақтың қалай ғана бағаспайды. Кесек-кесек сөйлейтін шайырлардың түйдек-түйдек ойлары толастайды. Сырымжан неге бүгін сенің бірақ бір ойыңмен жанаспайды. Сен де артыңа бір рет қарап қой деп, сен маған айта көрме оғаш жайды. Айтысайын артыңа қарар болсаң, атағың алты қырдан әраспайды. Түсінбесең түсінікті қып айтайын, бұл сөзіммен еш адам таласпайды. Айтыс бұл сөз майданы, түсінгенге сырым қалай бұл оймен санаспайды. Ей, майданға келіп тұрып артқа қарау жауынгердің ұлына жараспайды. Ей, адайым сенсің менің арыс бабам, Жаңөзен сенсің менің барыс қалам. 275 жыл толғанына бекетіне бір айтыс бағыштаған. Сырқатына қарамай осы айтысқа ерманып басып кеп тұр қарыс қадам. Жүкеңнің келгеніне шын қуандым, қаншадан бар бұл жермен қауышпаған. Маңғыстаудың қап кетсін топырағында, ауру болса жаныңды жаныштаған. Халықтың тілеуімен Алла қолдап, ажалдың аулы сізден алыстаған. Сіз бастаған көш керіп айтысқанда, ақындардың басынан бақ ұшпаған. 100-ге дейін жүре бер ортамызда, өмір дейтін мән бермей ағысқа мән. Ей, ақындардың жүре бер көшін бастап, бекеттей қараңғыда шам ұстаған. Ей, ақындардың болса да жырып алғын, мойынында тұрады жүгін ардың. Арқаның нардай жүгін арқалаған, сырымның да мен бүгін сырын алдым. Жарты сағат жанымда жағаласқан, сөз соңында өзіңе бұрылармын. Жортқанда қашанда жолың болсын, пырағына өлеңнің мініп алғын. Жошы мен алашақан жатқан жердің қасиетін өзіңдей ұғынар кім. 20 ғалым түлеткен ұлы таудан зейініңді ашып сен білім алдың. Шөл деген қазақ болса қандырам деп, жастайыңнан кеңгірдің суын алдың. Ұлы таудан жүргесін топқа түсіп,
жолдан тайып болмасын жығылар күн. Жүрсін дейін әкеңнің жолын беріп, өнерде өз орныңды жұлып алғын. Сөз соңында тілерім өзіңізге, сүрінбей өтші өмірдің сынынан мың. Ей, осылай жүре берші жолын жалғап, ұлы тау жақтан шыққан ұлылардың. Бәрекелді.